Ал онда. Қолтығыңды аша қой, әбже. Айбай! Видеоны бастамай тұрып сіздерден бірдеңе сұрағым келіп отыр. Барлығы маған монтаж істеме, қырықпа, бізге стримнің атмосферасы керек деген. Және де алдыңғы видеоны да и осы видеоны да эксперимент ретінде почти что монтажсыз салып отырмын. Енді сендерге қай вариант ұнайды? Монтажбен, әлі де монтажсыз? Комментарияға жазыңдар, күтемін. Оппа, үйге біреу келіп тұр. Терезеге қарап шығайық. Соседтің үйі өртеніп отыр. Прикиньте, соседтің үйі жақында ғана аққа бояп еді, ал қазір полный өртеніп кетті. Соседпен не болды екен? Біреу тірі қалды ма? Жақсы. Бір түрлі бір еркек тұр жолда, кішкене күліп тұр. Қолында біреудің жұлып алынған басы бар. Бір түрлі өзінің түрімен маған қарап тұр дейді. Бүкіл отряд солдаттарда осы жерде жүрген. Зорлап кетіпті дейді, прикиньте. Прям солдаттарды өлтіріп тастаған бай, Датауы мықты боламасың да бұлар? Ау, қазір. Сәлеметсіз бе? Біз КЧС бригадасынанбыз. Сіздің районыңызды айналып жүрміз. Бір өзің келдің ба? Жоқ әрине. Біздің бригада бірнеше группаларға бөлініп кетті. Көбірек үйлерді аралап шығу үшін. Біздің әңгімеміз көп уақыт алмайды. Қалай бізге көмектесесің? Біріншіден біз данныйларды жинап, руководствоға жібереміз. Олар өздері не істеу керек екенін біледі. Дәл қазір өзіңізді басыңыз. Енді не? Мен үйіңізден бір адамды алып кетейін. Анализдарын қарап, тексеріп, адам ба, адам емес па, осы районда қалай өмір сүрді, соның барлығын білуіміз керек. Адам ба, адам емес па, соны біліп келеміз. Мен жиналайын ба? Бұл сіздің үйіңіз ба? Онда сіз емес. Мен басқа біреуді алып кетейін. Біз біреуін аламыз да кетеміз. Кімда кеткен көріп тұрсыңдар ба? Кімда кетіп баратқан көріп тұрсыңдар ба? Видно? Мақұл. Стой, айт, мұнау кім? Чат, на жерде 4 бұрышты кнопка бар. Бассаңдар, жатады. Солай көруге болады. Көзі шығып кетейін деп тұр ғой мынаның ше. Сәлем, көке дейді. Мен уже проблемалардан шаршап кеттім дейді. Мені осы жерге тықпай аласың ба дейді. Не болып қалды? Қалай айтайын? Мен таксистпін ғой. Бір пассажирді алып келатқам, бірақ сосын клиентім гость болып шықты. Енді ол да жоқ, машина да жоқ, ештеңе жоқ дейді. Пассажиріңа не болды? Қалай айтам мен саған? Мені қорқақ деп ойлама, бірақ ол гость болып шықты. Бір көзбен артқы орындыққа қарап едім, тістері аппақ, рекламадағыдай. Даже ойлаған жоқпын, сразу оны КЧС-қа апарып тастадым, бірақ ол қате болып шықты. Мені де сомен қосып ап кірмекші болды. Вот солардан қашып келе жатырмын. Кіргіземіз ба? Қарандар, біздің үйде кім қалды? Үйде қазір Бруно Марс бар. Тізесін құшақтап отқан адам бар, дұрыс па? Айгүл әпшемді өзім атып тастадым. Қызды Айгүл әпшем өлтіріп тастады.
недегі ваннадаған кісіні әкетіп қалды, получается. Менде 2 адам. Кіргіземіз ба? Кіргізбейміз чат. Жоқ деп айтқандарын қалай түсінем? Кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба? Там, типа, кіргізбе. Давайте так. Өтірік деп ойлайсыңдар ма, типа? Мақұл. Онда қарандар. Бірінші рет сендердің айтқандарыңыз істеп кіргізбей ақ қойшы. Ей, жайша кіргізбейсің ба дейді. Ну я, мен қорықтым, қашып кеттім, бірақ ол мені кіргізбей қоюға повод емес қой. Боқтамай құрпеде. Анау КЧС-тағы дебилдардан артық емессің. Өліп кет болмаса дейді. Прикиньте. Маған өліп кет деп жатыр ма? Солмас па? Түрім саған қосап қалды ғой сен көргенде. Тентек қой мынау. Сәлеметсіз бе? Мені кіргізіңізші. Мынау көршінің қызы ғой. Прикиньте. Не істейміз? Өртеніп кетті ғой көршінің үйі. Вот соның қызы мынау. Кіргізейміз ба? Мені кіргізесіз ба? Сенде истерика ма? Білмеймін не істейтінімді. Адамдар әкемді өлтіріп тастады дейді. Кім істеді оны? Бізге бір госттар келді. Сосын бірге отқан, әкеммен бірдеңе айтып отқан. Сосын олар оны өлтіріп тастады деп жылап жатыр. Енді біздің үй өртеніп жатыр. Жанымыз ашымай ма сонда? Кіргіземіз ба? Әй, әкесі өліп кетті. Көршінің қызы. Үй өртеніп жатыр. Мен бұны жіберсем біреуге обед болады ғой мынау. Маған көмектесесіз бе? Қорқып тұрмын. Үйнене бір көз болып қалуы мүмкін, так что. Сәлем. Есікті ашайын деп тұрсың ба? Тақырбас еркекті білесің ба дейікші? Слишком көп сұрақ қойып отсын. Я білем. Бірақ ол саған қалай көмектеседі? Сен кімсің? Билеп жатыр аман. Типа биле... Танцовщица екен ғой. Иди нафиг, танцую, нес. Иди нафиге. Балетпен айналысқам дейді. Көрініп тұр ма дейді. Көрініп тұр. Кішкене. Кім жіберді бұл жерге сен? Білмеймін. Бәрібір емес па? Тентек қой мынау. Адам екеніңді дәлелде. Менде 2 қол, 2 аяқ, и 1 бас бар. Құлағың ше. Осы жетпей ма? Болды ма? Тестіңнен өттім ғой. Ашасың ба? Жоқ па? Білмеймін, дейсейін, ашайын ба? Өзі маған, өзі пофиг. Мысығы ұнап тұрмаған чат. Мысығы жалқы емес па сендерге? Мысық жалқы емес. Сондай тас жүрексіңдер ма сендерге? Мысыққа пофиг па? Арсындашы білем, мяу деп тұр ғой мұны. Қалай кіргізбеймін чат. Вообще жалқы емес па? Мен бәрін тас жүрексіңдер ма? Айбай, кілең. Мысыққа бола кіргіземе.
болмай жатса егесін атқа саламыз шығар. Болмай жатса прям тағалып тұрса егесін ата саламыз, мысық менгі болады содан. Мурка деп қоямыз атын. Өте бер. Жүр мысығым, менің көңілімді көтересің, е? Дейді. Вот мысық бар еді бізде. Фу, не үшін кіргіздім мен мұнаны? Демде бөледі ау. Қалай мысық бұлау? Кім туған мұнаны? Шыға саласпа, кім? Апке, жаңағы. Үйде адам толып кетеді. Уборка, шығыңдар. Бұлау, не бұлау? Мен ойлағам, бір кішкентай бір жүре бады. Не бұлау? Шегі баған мысық қой мұнау? Екі көз екі жақ қарап кетіп бұрады қарасандар, елки-палки. Тен нафиг. Тенде еген ғой. Өлімнің есі шығып тұр. Біреу өлді дейді. Пожалуйста, кім? Мә Бруно Марс болып шықса же, елки-палки. Осыдан кейін музыкасын тыңдамайым бар ғой, реально. Мен оның өлеңін айтып жүрмін ғой, неде, ТГК-да. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар дейді. Признак гості бар адамдардың көбеюіне байланысты. Бүгіннен бастап барлық қалаларда карантинный режим. Қаладан кетуге тыйым салынады. Барлығы близлежащий поселение отыру керек, в общем, пофиг. Тағы бір признакты айтты КЧС. Гостің қолтығында жөн жоқ дейді. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. В общем, ал иіс шығатын уақыт келді. Мурка? Ай-пай! Не бәлем мынаның түрі? Я болмаса ең урод мысықты әкеп қоясыңдар маған. Подвал дейді. Окей. Не бар бұл жерде? Типа, подвалға тығыла алам ба или? Не понял. Ерге банкеге тішіп кетіп өре, прикиньте. Еміне біле қыз жіберіңдер бәрін. Лавыкам. Я бүгірейіп тағам бұл. Құдай сақтасын. Ах ты. Анау тізесін ұшақтап отқан кісі өліп кетті, прикиньте. Кәкі. Мынау көршінің қызы мақы. Бірақ керемет емес. Өкінішке орай. Тоқтаңдар. Мынау түр вообще жақпай жатыр маған. Реально. Мен сендерге бір сұрақ қойын. Менің кофем қайда? Менде кофе бар. Никто, наверное, не істеді. Горячий кофе ішпеймін дейді. Бірақ бұндай кофені ешкім ішпейтін де шығар дейді. В общем, апкем тексереміз. Мысық осында, ал саған не керек? Тексересің ба? Мақұл. Ал онда. Қолтығыңды аша қой, әбже. Мақұл, көре бер, иіске дейді, иіске мейменді шілей. Слишком үйтпенді, иіске етіп қоймайды шығарызын. Ай, жапкім!
мысығының жүнін жапсырып алған. Мынау немене беле мынау? Исім мына жаққа келді ғой, кім е? Ұнады ма хотя бы дейді? Ұнады. Сәл өсірсең гитараның струнасын істеуге болады ғанадан ше. Реально. Мақыл көз емес екесін. Бірақ хотя бы сәл-пәл мына жақта кішкене ванна бар дегендей. Ана жерде тұрған міне. Мен өзіме қарап алым керек дейді. Мен өзімді де тексерім керек па? Иди нафиг. Өзімді тексермейді жар мен шілей. Тоқтай тұр, стоять. Тоқта. Егерде көршінің қызы гость емес болса, Бруно Марс гость емес болса, мынау гость емес болса, кім өлтірді сонда? Онда мен? Может, өзімді тексерем шынымен? Не? Тісімді тексерейін ба? Көзімді? Өзімнің немді тексерейін? Тіс кеттік. Черт. Аппақ. Тоқта, гость мен емес па? Гость мен емес па, чат? Мен ба гость? Қумандар на қыз по-любому. Мен мамама барғым келеді. Тексеруім керек. Не тексергім келеді? Қумандар гость қалай мен болам, қумандарсы. Несін тексереміз? Слишком қолтығын тексермейміз ғой енді. Қолын, тісін, көзін. Чат. Қолын, тісін, көзін. Көз. Көзін тексерейік шында. Көзімнің ішіне қарай аласыз ба? Ішіне кіріп қарасаңыз барлық нәрсені көретін едіңіз. Енді кім су ішкім кеп жатыр дейді, іше берші, қоя тұршы. Енді кім? Мынау? Мынан қарандарынан түрін. Енді кім? Мен өзім не істейін? Өз-өзімді ат тастайын ба? Ана кофені іше алам ба мен? В смысле? ұн болды, жаттық онда. Мен ешкімді өлтірамайым қазір, қарандар. Или может, подвал не үшін соны түсінбедім мен. Подвалда может бір энергетик, анау-мынау жоқ па, прям, чтобы... Бұл мысық не үшін ашып қойды, нені? Подвалда. Не үшін ашып қойдың, Қолыңа алу. Мяу-мяу. Не мысық бұлау?
Кого? Эй, подвалға кіріп кеткен несі мынау? Давайте кеттім. Спать. Түн болды. Мысыққан. Зянемді диямайсың ғой мұнан же. Прям спыртқымен бұратым мысық қой мынау. Той тұрыңдар. Соседский үйдің күйіп кеткенін қараңдар. Призрачный силуэт қана қалды дейді. Төбедегі не? Аспан не бұндай болып тұр? Өлген солдаттың басын қадап кетпе дейді. Осы жерде біраз болған сияқты тұрғанына дейді. Тұр! Черт! КЧС-тің сотрудниктері өткендегі өлген солдаттардың денесін қарап отыр дейді. Мақұл. Қайырлы түн. Біз КЧС бригадасынанбыз. Тексерістер өткізіп жатырмыз. Уайымдамаңыз, көпке емес. Қашан менің адамымды қайтарып әкеп береді? Қайтарады? Уже біздің адамдар болған ғой сіздерде. Проверкаден кейін карантинді сақтау керек. Сондықтан сіздің адамыңыз пока что бізде бола тұрады. Карантинный зонадан кейін қайтадан қайтарып жібереді. Уайымдамаңыз, процедура өте қиын, бірақ біз демалуға уақыт береміз. Көршінің қызына кетіп баратыр, чат. Көршінің қыз кетіп баратыр, прикиньте. Мақұл. Каспий шықпай жатыр дейді. Жайша? Сауаттыр ғой адамдар. Тойдырыңдар. Тоқта. Менде үйде неше адам бар? Тоқта. Подумаем. Үйде Бруно Марстар менде. Такым. Мысықтың егесі Бруно Марс. Ах ты, елки-палки. Сәлем. Үстіңдегі костюмың өзіңе ұнай ма? Өз жұмысын істеп отыр. Қазіргі уақыттар өте қиын. Кейде былай. Солай емес па? Может, жаңағылар хотя бы порядок жасайтын шығар. Или барлығын өз қолыма алайын ба? Мен ештеңе істемеймін. Ештеңе істемейтініңді білем. Стихийный бедствияға қарсы не істей аласың? Космостан келген нәрселерге қарсы не істей аласың? Өлімге қарсы не істей аласың? Тыңдаш. Сен үйде жалғызсың ба? Жоқ. Өміріңді орнына қойғың кеп жүр ғой. Не үшін? Мына өмірмен иттер басқарады. Және де бұл жерде тек иттер қалады. Бұрынғыдай болмайтынын білесің ғой. Өмір өзгерді.
және де өмірдің ритмімен үлгермей жатсың. Келесі біздің кездесуіміз өте қызық болайын деп тұр. Менде 2 адам қалды, маған біреуді кіргізу керек чат. Менде 2 адам қалды, маған біреуді кіргізу керек. I don't need to. Реально. Ассаламалейкум, қандай ойын дейді? No, I'm not a human деген ойын. Сен ғой гость, қандай гость, қумандаршы? Керемет, мысық сенде екен ғой. Ол мысықты әкеп берген адаммен не істесең де өзің біл. Мысықты қайдан білесің? Мен басқа адамдардан қарағанда көбірек нәрсе көре аламын. Маған сондай возможность берілген. Ал егер саған келетін болсақ, не болатынын білем, егерде менің айтқанымды істесең. Және де менің білетінім, скоро өте ауыр трагедия болады. Бірақ ол жерде сен кінәлі емессің. Бірақ ол нәрсе саған да тиесілі. Радиода айтам екен, тыңдап көресің ба? Ештеңе, мен артық айтып қойдым. Бірақ кейінгі 2 күн ешкімді тексермеу керексің. Ешкімнен. Егерде осыларды істесең, мен саған не істеу керек екенін айта аламын. Бірнеше күннен кейін жолыққанша дейді. Немене бәле келе бердіңдер ғой, Бір мяу деп қойсай сәл. Кім? Сәлем балам. Келем дегенше шаршап кеттім ғой, дейді. Сенің үйіңде тем алып алуға бола ма? Прям осы жаққа келдіңіз ба? Бұл жаққа емес енді, әрине. Кімді жолықтырсақ, соны көріп атырық қой. Ақыр осы жаққа кірген екен, көзім осы жаққа алып келген екен. Солай болу керек сияқты ғой. Түсінбеймін, сізге бірдеңе керек ба? Я, бәріне де бірдеңе керек. Біреулердің историясын тыңдау керек, өзімдікімен бөлісуім керек, жатуым керек, көзімді тәтті жұмуым керек, және де дем алып алуым керек. Басқа ештеңе керек емес. Ал бір өзіме скучно дейді. Не істейміз, кіргіземіз ба? Маған чат. Менде қазір 2 адам. Кішес тағы бір адамды әкетіп қалса, мен өлемін сонымен. Реально. Без приколя. Ай, кіргіземіз, ау. Кіргізу керек, ау. Рахмет, досым. Ішің піспайды. Дейді. Кіргіздім чат. Самалексус. Эй, дейді. Іште біреу бар ма өзі? Ал сен кімсің? Мен осы жерде 1-2 квартал ары өмір сүргем ғой. Бізде сары комбездағы адамдар үйден шығарып жерді. Ешаққа апарған да жоқ. Үйде берген жоқ. Қайға барамыз енді? Не істейміз? Енді жай өзімді құтқаруға тырысып жатырмын. Неше адам кетті? Айтып жатырмын ғой, бүкіл домды шығарып жіберді. Біреулер өздері кеткен жоқ. Сары киіп алғандар ұстап әкетіп қалды.
Жартысын ұстап әкетіп қалды, жартысын қуып жете алмай қалды. Сені точно қуып жете алмай қалды ма? Не істейміз, кіргіземіз ба? Бірдеңе қылып өмір сүру керек дейді, кіргіземіз ба? Тоқтаңдар. Үйде менде, получается, дәл қазір кемпір бар, бойы ұзын тырық қыз бар, и Бруно Марс бар. Жоқ, кіргізбе. Окей, кет. Кіргізбесең кіргізбе, бірақ жасыл киіп алғандарға есікті ашпа, мақұл ма? Вообще негізі есікті ашпай-ақ қой. Мен саған осы жерге адамдарымды алып келем, көмектесеміз сосын саған. Не ол? Кім ұрып жатыр? Подвал же, подвал емес. Есік? Жоқ, есік емес. Есік емес. Бүгін түнде ешкім келмейтін сияқты дейді. Может, подвал? Подвал кіре алмаймын пока. Срочный жаңалықтар. Күн қатты ысып, нелер, ормандар өртеніп кетті дейді. Күннің ыстығынан, былайша айтқанда. Пожарные барлығы бригадалар сол жаққа қарай кетті дейді. Пожарға қарамай, гостьтар қайта-қайта шығып жатыр дейді. КЧС жаңа признак туралы айтты. Фотопленкаға түсіру дейді. Егер де пленкаға түсіргеннен кейін бір түрлі аура көрсеңіз, значит ол гость. Осымен жақсы, біз кеттік дейді. Дальше реклама дейді. Менде фотопленка бар ма? Менде бар ма ондай? Мысық. Менде бар ма, жоқ па? Мен сендерге бірдеңе айтайын ба, чат? Мен сендерге бірдеңе айтайын ба? Мына Бруно Марс отыр. Қарандар. Мына екеуі отыр. Сонда ешкім өлмеді ма? Тота, ешкім өлмеді ма сонда? Онда кім? Тоңдар. Радио дұрысташ дейді. Қайт дұрыстайды бұны именно. О, сорлы. Дұрысталмайды да о. Иди нафиг. Диванда фотоаппарат тұр. Құмандар я. Короче, бірінші ападан бастайық. Қартай қаппың омен дейді. Мен біреуін КЧС-қа ұстатып жібере аламын ғой.
Мен біреуін КЧС-қа ұстатып жібере аламын, прикиньте, чат. Қыз жоқ. Қызды әкетіп қалды ғой КЧС. Көршінің қызын әкетіп қалды карантинге. Тексерме неге? Жаңағы кісі тексерме деді ғой, айтпақшым. Не істейміз, тексермейміз ба? Тексермейміз ба онда? Көршіге звондап көрейікші не болады деген. Мынау не? 502 592. Сәлеметсіз бе, бұл доставка компания Forest. Не заказ бергіңіз келген еді? Екі күн тексерме дейді. Онда мысыққа заказ бере салайықшы. Заказыңыз кетті дейді. Қашан келеді ол? Ау. Подвалға кетіп шығайықшы. Подвал вроде тыптан аш. Не үшін подвал керек түсінбедім бірақ мен. Реально. Рейлі. Айым, рахмет үлкен подаркеге. 2 күн тексермейміз дедік, ә? Или өзім тексерейін ба? Чисто. Мен саналмайтын шығар. Мен саналмай ма? Тексерме. Мақұл. Онда пиво ішіп жата қаламыз, онда не істейміз осы? Жаттық. Аха. Тағы біреу келіп отыр. Сәлеметсіз бе, доставка Forest. Әкел. Сіздің заказыңыз 2 мысықтың корма. Қайырлы күн, қайырлы түн. Кешіріңіз, әлі үйренген жоқпын. Басқа ешкім келмейді дейді бүгін. Мысыққа қалай тамақ беремін мен? Мысыққа қалай тамақ беремін? Бруно Марс өлең айтып отыр, прикиньте. Бруно Марстың шынайы дауысы. Кәні? Майнкрафттың жетелі ма, немне білем? Алло? Болды. Ұйықтайтын уақыт екен болады. Ұйықтайық. Немне білен ау? Шұғыл жаңалықтар. Көрші қаладан көшедегі беспорядкілер болып жатыр дейді. КЧС-тің қол астында барлығы, үйлеріңізде қалыңыз деп айтамыз. КЧС өздері шығып айтады не істеу керек екенін. Рахмет, гостьпен күресуге көмектесіп отқандарыңызға. Осымен бітті. Үйлеріңізде қалыңыздар, ары қарай гостьтің кім екенін айтып береміз дейді. Мақұл. Көре алмаймыз. Мысық, тамақ жейсің ба? Мяу болғанда мен саған тамақ әкелдім ғой, кім? Ма? Саған бола заказ бер. Өзім жеп қойдым ба, не алдым? Түріне қарап білмейсің дейді. Бірақ қуанып атқан шығар дейді. Маландай, вообще түріне қарасаң
вообще өмір сүргісі келмейтін сияқты ғой намазсықтан. Апа қалайсыз? Жо, 2 күн тексермейміз дедік қой біз, вроде. Я? Вроде ба, барлығы дұрыс. Бруно Марс отырыр, чисто өлең айтып жатыр. Өзіңді тексер дейді. Тексерме дедіңдер ғой енді. Блин. Пиво ішемді, ұйықтаймын да мен. 2 күн өтті, өткен жоқ қой. Кешегі түн. Или өтті ма 2 күн? 2 күн өтті ма? 1 күн өтті ғой. Пиво и спать, пиво и спать. Пиво и спать. Не. Спихтунг. Так. Және. Өртеніп кеткен үйдің алдында қашып жүрген бір группа адамдар тұр, дейді. Жолдың бойында қолында автоматы бар бір еркек тұр. Түріне қарасаң, миы ауысып кеткен сияқты. Курткасында неше түрлі тістердің ізі бар. Может быть, ол өзін қорғау үшін емес, прикол үшін өлтіретін шығар дейді. Мақұл. Каз. Столбада біреуді асып қойыпты. Үстіне сендер менің барлық нәрсемді алып қойдыңдар деп жазып қойыпты дейді. Может, оны тонап кеткен шығар. Может, КЧС оның туыстарына кеткен шығар. Бірақ не болғанын білмеймін. Тани қалды. Алло, каз, барадым. Мақұл. Қалайсың, досым? Үйіңе кіргізші. Денсау адамды кіргізші дейді. Сенде не болып қалды? Болмайтын нәрсе. Менің енем КЧСниктерге шығарып жіберді үйден дейді. Енесінен қашып жүр ғой мынау. Ойнап айтам, сеніп қалдың ба дейді. Менде ешқандай ене жоқ дейді. Таш үйленбегем да мен дейді. Ішкін келсе ішейік дейді ғой баншыға. Иди нафиге. Не, прикол ұстап атсың ба? Не, прикол ұстамайым дейді. Қазір прикол керек емес па дейді. Иди нафиге. Типа, ауыр уақыттарды өткізу үшін ішейік дейді. Немене бәлесіңдер барлықтарың? Мен кіргізесің ба дейді. Саған ұқсайды дейді, құмандар е. Кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба чат? Гость дейді. Жо, тоқтаңдар, логически ойлап қарайық. Біздің үйде неше адам бар қазір? Үйде неше адам бар қазір? Кім айта алады? Әже бар, ана мысығы бар, қыз бар. Вроде ба. Үшеу. Кіргіземіз ба, кіргізбейміз ба? Кіргіземіз, кіргізбейміз. Үшеу болса, тоқта арасында біреу гость болса, олар біреу-бірін өлтірсе, екеу қалады. Кіргізбейме. Бауырым.
Ладно, миыңды ашытпай ақ қояйын, кеттім мен дейді. Кешіріңіз, егер де мазаласам, маған өте қиын болып тұр. Сізге өз көңілімді айтсам бола ма? Не болып қалды? Мен қалып кеткен кішкентай балаларға кішкене үміт беремін деп, барлық балаларды өзіммен бірге алып жүргем. Біз бұрынғы детсадқа барып тығылғанбыз. Оларға кішкене жылу керек болатын. Мен кішкене қарап жүргенмін. Бірақ көмектесе алмадым, көмектесе алмадым, дейді. Балаларға не болды? Олар барлығы өліп кетті, өртеніп. Оның барлығын істеген адамдар, гость болып кетуі мүмкін деген адамдар. Мені сол өртеніп атқан балаларға қарауға мәжбүрледі, дейді, былайша айтқанда. Детский садты өртеп жіберді, дейді. Әлі көзімде сол жылап атқан, қорқып атқан кішкентай балдардың взгляды тұр, дейді. Кіргіземіз ба? Гость дей берген несі? Кіргізейік та, Жо, сонда бұл кішкентай балаларға көмектеседі. Мен сонда көмектеспеймін ба бұған? Мен не деген адаммын сонда? Мен не деген тас жүрекпін сонда? Кіргіземіз. Рахмет үлкен, мені тыңдап кіргізгеніңізге. Бірақ кішкентай балаларды қайтарамаймыз, дейді. Немене біле, бүгін көпсіңдер ғой. Мына кісіні білеміз. Мына кісіні білеміз. Мына кісіні білесіңдер. Или білмейсіңдер ма? Бұл адам мынау. Мынау гость емес мынау. Мен мынаған даже ставка теге аламын даже. Бұл адам бұл. 100%. Просто бұл пожарник. Күйіп кеткен пожарник. Все. Короче. Даже айтқанында тыңдау, өйткені алдын тыңдап қойғанбыз. Так что, кога? Смело. Смело. Сөйлей берме, кіркім. Так, бүгін түнде ешкім кірмейтін сияқты дейді. Мақұл. Кеттік. Ұйықтаймыз. Түнде ешкім өлген жоқ вроде. Қайырлы күн. Эфирде жаңалықтар. Маңызды сообщение. Қалада бір событиялар болды дейді. Карантинный зоналарда бір вооруженный адамның атакасы болды дейді. Типа атып кетті дейді диверсант. Пофиг, дин нафиг. Жаңалық айтатында гость болып кетті ма? Тыныштық ол өлімнің признагі. Тыныштық. Аха. Құлағынан бірдеңе өсет дейді. Гостар өз ойларында адасып жүр дейді. Вообще түсінген жоқпын. Вообще түсінген жоқпын. Сонда құлағын тексереміз ба біз или қалай? Қалайсың? Кішкентай балдарды әлі ойлап отырған мынау ше. Так, мен сені тексеруім керек. Түсінем. Тексерсеңіз, өзіңіз біліңіз, дейді. Несі керек енді бізге? Сүйрет.
Қараңдар, біз суретті көрген жоқпыз ғой. Суретке түсіреміз ба? Суретті көрген жоқпыз ғой. Егер бір андай силуеттер шығып кетсе, ол значит гость деді бізге, вроде бы. Фото. Суретке түсіру керек болса, түсіріңіз. Жоқ, гость па енді бұл? Жоқ, гость болса андай думалақ бірдеңелер шығып кетеді деген жоқ па, типа вирус сияқты. Гость емес бұл. Онда жоқ, гость болғанда түнде ешкім өлмеді ғой. Гость болса өлтірмейтін бе еді? Подвалда не бар? Подвал тып-тыныш. Ох ты, елки-палки. Өзімді қарайшы мен. Соңғы попытка қалды да. Лучше өзімді қарай салайшы. Пыжы. Не сен, қолтығымды қарайын ба? Нені қарайын? Құлағымды ма? Давайте құлағымды қарайын. Ну и... Құлақтан бір бәлелер шығып кетеді дейді. Құлақпен бәрі дұрыс дейді. Қандай репортаж болды дейді. Осымен ұйықтаймын мен. Получается. Я? Я? Так, чат. Сохранить дейікті аяқтайығы осымен. 2 сағат попты ғой. Прикиньте. На банкіге сохранить дейікті. Вот. И осымен аяқтайық.